Жыл сайын Продкорпорация деген мекеме бар. Шаруалармен көктемгі дала жұмысының алдында келісімшарт жасайды. Бұл сауалымыз премьер-министрге, Олжас Абаев бұны жақсы біледі. Бұл келісімшарт жоққа шығармаймыз, жақсы тетік, шаруаларға жақсы көмек, себебі кредитке қарағанда болашақ алатын астығын өткізіп, соның арқасында аванс алу мүмкіндігін қарастырады. Бұл өте жақсы көмек, жоққа шығармаймыз. Бірақ бұл келісім шарттың қазіргі шарттары бір үлкен реформаға түсу керек сияқты. Неге? Біріншіден, шаруаларға келісім шарт ұсынылған кезде баға өте төмен. Бұл бір. Сол баға болжам жасалған кезде күздегі кезеңдегі баға ескеріледі. Екіншіден, бұл шартпен шаруа қамбаға астығын тапсырған кезде енді сол астығынан ары қарай қызығын көру мүмкіндігі жоқ оның қолында. Біз білеміз, күз сайын барлығы жаппай астық жинаған кезде бағасы өте төмен астықтың. Амал жоқ, шаруаларға ақша керек, жанар жағармайын төлеу керек, салығын төлеу керек. Соның барлығына амалсыз сол келісім шартқа отырады, форвардтық сатып алуға. Сонан кейін күзге таман астығын тапсырады. Күзден кейін қыс басталады, ақпан басталады, баға төбеге қарай көтеріле бастайды. Сол кезде не істейді шаруалар? Әттең, мына санын соғып отырады. Осы астығымды тапсырған өзім сатсам-ау, себебі бағасы жақсыйды-ау деген сияқты. Міне көрдіңіз бе? Бұл проблема кезінде Америка Құрама Штаттарында 90-шы жылдар болған. Олар оны былай шешіп қойған. Форвардтық келісімшарт жасалады, аванс тиісті мөлшерде беріледі, астық күздің күні алынады қамбаға, бірақ сол астықты нарықтық бағамен сатуға мүмкіндік сол шаруаға беріледі. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Шаруалар арзан бағамен тапсырады, сол астықтан айырылды, бітті. Шыжығы шаруаларда, қызығы Продкорпорацияда. Сондықтан да, құрметті Олжас Абайұлы, біз ауыл партиясы осы форвардтық сатып алу механизм қолдай отырып, бірақ осы шаруалардың өз астығын өзі сатуға кем дегенде 6 ай беріп, осындай мүмкіндік қарастыруды сұраймыз.